Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді булочкидің рецептін ұсынамын, және де арнайы өзінің бетіне жағатын соусы болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Оған қоса сіздерге 10-15 минутта тез дайындалатын тіске басардың да рецептін ұсынатын боламын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін менде ашыған ыстық сүт, сіздер қарапайым сүтті пайдалансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, қант саламыз. Кішкентай қасықпен толтырыңқырап салсаңыздар жеткілікті. Жақсылап тұрып араластырамыз, және де қолымызбен салып көреміз. Егер жылыса, міндетті түрде ашытқы саламыз. Ыстық болса ашытқы салмаңыздар, себебі күйіп кетеді, дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де бір жұмыртқа қосамыз. Сұйық май қосамыз. 90 грамм сұйық майдың 60 граммын құйып, 30 граммын ең соңында пайдаланамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң електен өткізілген 120-150 грамм ұнымызды қосамыз. Одан көп қоспаймыз. Бастапқы кезде біздің қамырымыз қаттылау болады. Содан соң жаңағы біздің алып қалған 30 грамм сұйық майымызды құйып, қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Міндетті түрде қаттылау болуы керек. Сонда жақсы формасын ұстап тұратын болады. Сұйық майымызды құямыз, алып қалған, және ыдыстың ішінде барлық сұйық май қамырға сіңгенше қолымызбен мыжғылайтын боламыз. Содан соң столдың үстіне алып, дәл осы видеодағыдай қамырды қайтара илейміз. Шамамен 5-6 рет осылай қайта-қайта істейсіздер, және қамырдың міндетті түрде иін қандырамыз. Иі қанған қамыр өте әдемі болып шығады. Ыдысқа салып, бетін жауып жылы жерге 30-35 минутқа қоямыз. Көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Қатты көтерілу міндетті емес, 30 минуттай тұрса жеткілікті. Мен 7 бөлікке бөлдім. Сіздер көрсетілген мен жаңа видеода айтқан граммды 2-ге, 3-ге көбейтіп, көп қып жасай берсеңіздер болады. Мен 7 бөлікке бөліп алдым, және де осылай бөлінген бөлігімізді ішіне қайтарамыз да, столдың үстіне алып, дәл видеодағыдай жасап, домалақ етіп формасын шығарып аламыз. Және де осылай пышақпен қақ ортасынан бөлсеңіздер де болады, бөлмесеңіздер де болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Және жұмыртқаны бетіне толықтай жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 160-170 градуста 20-25 минутта толықтай пісіп шықты. Бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға чесноктың бір бөлігін алып, үккіштен өткіземіз. Өте майдалап, және де кептірілген укроп немесе кәдімгі укропты да пайдалансаңыздар тіптен керемет болады. Осы үш қоспаны жақсылап тұрып араластырып, ыстықтай шыққан булочкидің бетіне жағып шығамыз. Иісі енді бір керемет болып шығады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай, көрдіңіздер. Жұмсақтығы да дәл видеодағыдай болып шығады. Жасап көріңіздер достар. Сіздерге 100% ұнайды, және кепілдік беремін. Сіздерге айтар кеңесім, менің отбасыма қатты ұнады және толықтай желініп кетті. Сол себепті мен айтқан граммдарды 2-ге, 3-ге көбейтіп, көп қып жасап беріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де менімен бөлісуді ұмытпаңыздар, жасап көрсеңіздер. Келесі кезекте өте дәмді, тез дайын болатын тіске басар дайындаймыз. Ол үшін бізге помидор, огурцы, шұжық, сыр, краб және жұмыртқа бетін сәндейтін зәйтүн керек болады. Үккіштің майда бөлігінен крабты майдалап өткізіп аламыз. Және жұмыртқаны да дәл сол процеспен қайталап өткізіп аламыз. Сіздер бұдан да көп қып жасай берсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Көп қосып қоймаңыздар, себебі соленый огурцы қосылғандықтан ащы болып кетуі мүмкін. Майонез саламыз, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен осындай чипси пайдаландым. Дүкендерде 850-800 теңгеге шығады. Дәл осы түрін пайдаланыңыздар. Дайындап қойған салатымызға чипсидің үстіне 1,5 қасықтай салып шығамыз. Міндетті түрде чипсиге салатты салатын кезде, дастарханға қоятын кезде бірақ салыңыздар, себебі чипси жұмсарып кетуі мүмкін.
Бетінің сәндеуі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен зәйтүн пайдаландым. Сіздер укроп пайдаланып бетіне жай ғана сеуіп ұсынсаңыздар болады, немесе ешқандай ешнәрсе қоймасаңыздар да болады. Ол әрине өздеріңіздің қалауларыңыз. Көп салып жібермеңіздер, 1,5 қасық салсаңыздар жеткілікті. Міне осымен салатымыз да дайын болды. Өте дәмді салаттардың бірі болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Және де тағы да әсемдік үшін кептірілген укропты бетіне шұқа етіп сеуіп шықтым. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес ететін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, қыздар. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын, және менен қандай рецепт күтесіздер, пікірге қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар.